Құрметті студенттер, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз әлеуметтану ғылымының даму тарихы. Сабақтың мақсаты студенттерді әлеуметтану тарихының негізгі бағыттарымен таныстыру, әлеуметтану ғылымының пайда болуы мен қалыптасуының басты себептерін қарастыру. Әлеуметтану ғылымын зерттеген ойшылдардың ой-пікірлері мен көзқарастарын түсіндіру. Жоспар: бірінші, әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Екінші, әлеуметтану ғылымының пайда болуы мен қалыптасуының басты себептері. Үшінші, Огюст Конт әлеуметтанудың негізін салушы. Герберт Спенсер, сонымен қатар Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер әлеуметтануы. Әлеуметтану ұғымы латын тілінен қоғам, гректің ілім деген сөздерінен шыққан. Социология, яғни әлеуметтану, қоғамның пайда болуын, ондағы әлеуметтік байланыс, қатынастардың, алуан түрлі әлеуметтік адам бірліктерінің, ұйым, мекемелердің, институттардың, құрылыстардың, процестердің дамуын, жалпы заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Әлеуметтану ұғымын 19 ғасырдың ортасында атақты француз әлеуметтанушысы Огюст Конт енгізді. Әлеуметтану ғылымының кеш пайда болуынан оған дейін қоғам және қоғамдық құбылыстар жайлы ойлар болмады деуге болмайды. Қоғам туралы ойлар басқа да ғылымдардың шеңберінде көріне бастады. Философияда, экономикалық, тарихи, саяси шығармаларда бой көрсетті. Әлеуметтік ойлар мен көзқарастар көне Египет, Вавилон, Үнді және Қытай елдерінен бастау алады. Ежелгі заман ойшылдары Конфуций, Платон, Аристотель саясатқа және әлеуметтануға қатысты ой-пікірлері мен көзқарастары жайында айтып кетуге болады. Конфуцийшылардың қоғам туралы іліміндегі негізгі мәселе адамдар арасындағы қатынас және тәрбие мәселесі, абыройлылық, шыншылдық, өнегелік, адамгершілік, қайырымдылық, кішіпейілдік, адамды сүю, тура жолмен жүру. Платон мен Аристотельдің ілімдеріне келетін болсақ, антикалық алғашқы әлеуметтанушыларды әлеуметтік философтар деп атайды. Олар қазіргі әлеуметтанушылар сияқты салт дәстүрлерді, адамдардың арасындағы қарым-қатынастарды зерттеді, фактілерді жинақтап қорытты, тұжырымдар жасады, бәрі қоғамды қалай жетілдіру керектігі жөніндегі практикалық нұсқаулармен аяқталады. Антикалық дәуірде қоғам мен мемлекет ұғымдары ажыратылмай синонимдер ретінде қолданылады. Платон жалпы әлеуметтану мәселелеріне арналған алғашқы еңбегі «Мемлекет». Ол еңбек бөлінісінің ерекше ролін баса көрсетіп, біріншісі болып стратификация теориясының негізін қалады. Оның теориясы бойынша қоғам 3 топқа бөлінеді. Жоғарғы мемлекет басшылары, даналар, аристократтар. Екінші орта, тәртіпсіздік пен бүлікшілерді басатын әскерлер. Үшінші, төменгі қолөнершілер мен шаруалар кіреді. Платон ілімінде әлеуметтанудың 3 басты нәрсеге назар аударады. Бірінші, қоғамдық еңбек бөлінісі, қоғамдық қатынас үшін маңызды фактор. Екінші, таптық күрестің болуы, ол еңбек бөлінісі мен адамның табиғи теңсіздігінен туындайды деп есептейді. Үшінші, қоғамдағы адамдар бірлігі үшін қажетті тәрбие мен қоғамдық сана қажеттілігі. Аристотель, оның ілімінде қоғамдағы тәртіптің тірегі орта топ. Оның ойынша мемлекет мынадай жағдайда жақсы басқарылады. Бірінші, егер кедейлер тобы мемлекетті басқарудан шеттетілмесе. Екінші, байлардың мүдделік өзімшілдігі шектелсе. Үшінші, орта топ көпшілікті құрап қоғамда тұрақтылық қалыптасады. Қоғамды жетілдіру, адамдарды теңестіру емес, моральдық жағынан елді көтеру керек деп үйретеді. Келесі біздің зерттеушісіміз ол Огюст Конт. Әлеуметтанудың дербес ғылымы ретінде пайда болуы француз философы Огюст Конттың есімімен тығыз байланысты. Ол ең алдымен батыстағы позитивтік философияның негізін қалаушы. Позитивтік философияның курсы деп аталатын 6 томдық еңбегі жарық көрді. Осының 3-ші томында алғаш рет әлеуметтану деген ұғымын енгізген болатын. Огюст Конт адамның интеллектуалды дамуының 3 сатысын ұсынады. Бірінші, теологиялық, екінші, метафизикалық, үшінші, позитивтік. Конт әлеуметтануды екіге бөліп қарастырады.
Әлеуметтік статика. Әлеуметтік жүйелердің өмір сүруінің жағдайлары мен қызмет ету заңдылықтарын қарастырады. Әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен қоғамдық бірлікті қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. Екінші, әлеуметтік динамика. Әлеуметтік жүйелердің дамуы мен өзгерістердің заңдылықтарын қарастырады. Огюст Конттың әлеуметтануды дамытудағы рөлі: бірінші, алғаш рет қоғамды ғылыми тұрғыдан танудың қажеттілігіне негіздеді. Екінші, әлеуметтануды әртүрлі эксперименттерге, бақылауларға негізделетін ерекше ғылым ретінде анықтады. Үшінші, әлеуметтану ғылымында эмпирикалық зерттеулерді жүргізу мәселесін көтерді. Төртінші, тарихи дамудың заңдылық сипатын, әлеуметтік құрылымды және ондағы әлеуметтік институттардың өзіндік ерекшеліктері мен маңызын негіздеумен анықталады. Огюст Конттың әлеуметтанулық концепциясындағы екі басты идея: ол біріншісі қоғамда ғылыми тәсілді қолдану, екіншісі әлеуметтік реформалар жасауда іс жүзінде ғылымды қолдану. Келесі біздің ойшылымыз әлеуметтану ғылымының дамуына көп үлес қосқан ғалымдардың бірі бұл Герберт Спенсер, ағылшын социолог. Герберт Спенсер ғылымға алғашқы болып әлеуметтік институт терминін енгізді. Олар туыстық, білім, саяси, шіркеу, кәсіби және өндірістік институттар. Спенсердің пайымдауынша барлық әлеуметтік институттар әлеуметтік әрекеттердің тұрақты құрылымы ретінде қалыптасады. Спенсердің әлеуметтану теориясының негізгі екі мәселеден тұрады: қоғамды биологиялық организм ретінде қарау, екінші, әлеуметтік эволюция идеясы. Қоғам биологиялық организмге ұқсас тіршілік үшін күрес жүргізеді. Спенсердің әлеуметтік ілімдеріндегі органикалық теория деп аталады. Онда қоғам үйлесе дамыған организм ретінде қарастырылады. Оның құрамдас бөліктері өзара тығыз байланыста болып, бір-біріне сәйкес қызмет етеді. Қоғамның идеялы күйі теңдік болып табылады. Идеалды күйі болып табылады. Теңдік бұзылуы қоғам үшін қауіпті, сондықтан да қоғамдағы барлық әрекет теңдікті сақтауға ықпал етуі керек. Өйткені біз барлық жерде теңдікке ұмтыламыз деген ой айтады. Герберт Спенсер қоғамның органикалық теориясы бұл мемлекет, жүрек, жүйке жүйесі, шіркеу, экономикалық өмір, зат алмасу, үкімет, ми, сауда айналымы. Әлеуметтік эволюциясы теориясы барлық қоғамдардың дамуы ұқсас қарапайымнан күрделіге ауысуы. Қоғам индивид үшін өмір сүреді деп ой қалдырады. Келесі біздің ойшылымыз Эмиль Дюркгейм, әлеуметтанудың классикалық негізін салушылардың бірі. Ол француз философы және әлеуметтанушы. Оның шығармалары өзіне өзі қол жұмсау, қоғамдағы еңбектің айырмашылығы, социологиялық әдістердің ережесі. Ең үлкен шығармаларының бірі бұл элементарлы діни өмірдің формасы деп аталады. Эмиль Дюркгейм әлеуметтік таным жеке индивидтердің мінез құлқы мен санасына емес, қоғамның әрбір мүшесінен жоғары тұратын әлеуметтік фактіні зерттеуге бағытталуы керек деп түсіндіреді. Әлеуметтік фактілер адамдардың біріккен әрекеті мен ұжымдық санасынан қалыптасатын ерекше қоғамдық құбылыс. Бұл қоғамда әрекет ететін моральдық және құқықтық нормалардың белгілі салт дәстүрлер мен әдеттерге, дінге, ғылымға, ағарту ісіне, тағы басқа құндылықтарға қатынасы. Осы әлеуметтік фактілер бір қоғамды екінші қоғамнан ажыратады. Олар индивидтің көпшілігі адамдар арасындағы мінез құлқын айқындайды деп қарастырып өткен. Эмиль Дюркгейм діннің ерекше әлеуметтік тұжырымын да жасады. Ол дінді қоғамның өзі барлық киеліктің, қасиеттіліктің шығатын көзі деп есептеді. Осыған орай әлеуметтік бірлікте дін шешуші рөл атқарады. Қоғам дінсіз өмір сүре алмайды. Дін қоғамдағы ең құнды бағалы қасиеттерді бейнелейді. Дюркгейм мына нәрселерге көңіл бөлді. Бірінші, қоғамдағы реттілік пен ретсіздіктердің себептерін зерттеудің маңыздылығына мән берді. Оған ұжымдық сана, сенімдер, нормаларға ерекше мән берілсе, әлеуметтік интеграция орнайды. Ал керісінше болса, қоғам аномияға, ретсіздік ұшырайды деп түсіндірді. Екінші, өзіне өзі қол салу,
белгілі әлеуметтік топ өкілдеріне тән сипат, және сондықтан да ол әлеуметтік құбылыс, яғни әлеуметтік факті. Ол жеке дара ерекшеліктерге байланысты емес, адамның әлеуметтік қызметіне негізделеді. Үшінші, моральдық мәселе. Төртінші, девицианның себебі неде деген мәселелерді қарастырады. Оған жауап: біріншіден, ол ерекше құбылыс және адам көңілін тартқыш қасиеті болуы. Екіншіден, оған назардың басым болуы, оған деген халықтағы, мемлекеттегі қобалжулықтың көтеріңкі болуы деп жауап берді. Келесі ойшылымыз Макс Вебер. Көрнекті неміс әлеуметтанушысы, философ, тарихшы. Оның саясатқа, әлеуметтануға байланысты еңбектері бар. Теориялық әлеуметтану, әлеуметтік дін, саяси әлеуметтану, ұйымдастыру әлеуметіне арналған көптеген еңбектері бар. Макс Вебердің әлеуметтанулық теориялары: бірінші, түсіну, ұғыну; екінші, идеалдық тип деп қарастырады. Макс Вебер түсінуші, әлеуметтану теориясы түсіну үшін өзіңді оның орнына қою керек деп санайды. Идеалды түр түсінігіне зерттеушінің басында эталон ретінде қалыптасады. Құрылымдық функционалдық парадигмалар қоғамды құрайтын әрбір институттың, мемлекет, жанұя, дін қызметіне басқару, әлеуметтендіру, бейімделу, біріктіру тағы басқа талдау жасайды. Құрылымдық конфликттік парадигмалар құрылымдық принципті мойындай отырып, қоғамның әртүрлі топтың құрылымына, олардың мүдделеріне әртүрлі болуына және бірі екіншісіне пайдалану арқылы пайда болу әрекетіне талдау жасайды. Бұл тұрақсыздық тудыратын жағдай. Микропарадигма. Әлеуметтік әрекет парадигмасы. Адамдардың мінез құлқын ең алдымен олардың өздері өз мінездеріне қандай мән, мағына беру тұрғысынан түсіндірілуі және талдануы тиіс деп таныды. Макс Вебер әлеуметтік әрекет ол адамның өз ісіне мән берілуі арқылы жасалатын және ол іске асқанда оған басқа да адамдардың әрекеті немесе мінез құлқы арқылы жауап қайтару мүмкіндігі ескерілетін іс-қимыл. Ал ойланбай кенеттен болған жағдайлар және егер адамның іс-әрекетіне басқаның көңіл аударуы, эмоциясы болмаса, олар әлеуметтік әрекетке жатпайды. Бірінші, әрекет субъектісінің өз ісіне берген мағынасын анықтау қажет. Екінші, әлеуметтік әрекеттің себептік мотивтерін анықтау қажет деп таныды. Назарларыңызға рахмет.